Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 2-ші сынып 37-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы екі таңбалы сандарды разрядтан аттамай, жазбаша қосу және азайту. Сен екі таңбалы сандарды разрядтан аттамай, баған түрінде қосуды және азайтуды үйренесің. Бірінші тапсырма. Қосу мен азайтудың қалай орындалғанын түсіндір. 34 пен 23-тің қосындысы. 34-ті разрядтық қосылғыштарға жіктеп аламыз. 30 пен 4-тің қосындысы. 23-ті де разрядтық қосылғыштарға жіктейміз. 20 мен 3-тің қосындысы. Енді бұл жерде толық ондықтарды бір-біріне қосамыз. 30 пен 20-ның қосындысына қосамыз. Бірліктерді бір-біріне қосамыз. 4 пен 3-тің қосындысы тең. 50, 50-ге 7-ні қосамыз, 57-ге тең. 57 мен 23-тің айырмасы. 57 азайту 23. Бұл жерде 57-нің өзін разрядтық қосылғыштарға жіктейміз. 50 мен 7-нің қосындысына тең. Азайтамыз 20 мен 3-тің қосындысын. Тең. Ондықтарды бір-бірінен аламыз. 50 мен 20-ның айырмасы қосу 7 мен 3-тің айырмасы тең. 30, 30-ға 4-ті қосамыз, 34-ке тең. Екінші тапсырма сандарды баған түрінде қосуды қалай орындағанын түсіндір. 34 пен 23-тің қосындысы 57-ге тең. Бұл жерде бірлікті бірліктің астына жазамыз, ондықты ондықтың астына жазамыз. Қосылғыштардың бірліктерін қосамыз. 4 пен 3-тің қосындысы 7-ге тең. Бірліктердің астына 7-ні жазамыз. Қосылғыштардың ондықтарын қосамыз. 3 пен 2-нің қосындысы 5-ге тең. Ондықтардың астына 5 деп жазамыз. Жауапты оқимыз. Қосындының мәні 57-ге тең. 34 см мен 23 см-дің қосындысы 57 см-ге тең. Бірліктерді бірліктерге қосады, ондықтарды ондықтарға қосады. Үшінші тапсырма мысалдарды баған түрінде жазып шығар. 52 мен 16-ның қосындысы 68-ге тең. 34 пен 65-дің қосындысы 99-ға тең. 25 см мен 43 см-дің қосындысы 68 см-ге тең. Төртінші тапсырма сандарды баған түрінде азайтудың қалай орындалғанын түсіндір. 57 мен 23-тің айырмасы 34-ке тең. Алдымен азайғыштардың бірлігінен азайтқыштың бірлігін азайтамыз. 7 мен 3-тің айырмасы 4-ке тең. Бірліктердің астына жазамыз. Екінші, азайғыштың ондығынан азайтқыштың ондығын азайтамыз. 5 пен 5-тен 2-ні азайтамыз. Тең 3-ке ондықтардың астына 3 деп жазамыз. Жауапты оқимыз. Айырманың мәні 34-ке тең. 57 дециметр мен 23 дециметрдің айырмасы 34 дециметрге тең. Бірліктерден бірліктерді азайтады, ондықтардан ондықтарды азайтады. Бесінші тапсырма мысалдарды баған түрінде жазып шығар. 56 мен 24-тің айырмасы 32-ге тең. 85 пен 32-нің айырмасы 53-ке тең. 69 дециметр мен 27 дециметрдің айырмасы 42 дециметрге тең. Алтыншы тапсырма күзгі демалыста мектебімізде 32 бала мұражайға, ал 11 бала циркке барды. Мұражай мен циркке барлығы неше бала барды? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Мұражайға 32 бала, циркке 11 бала барған, барлығы қанша бала барды? Шешуі 32 мен 11-дің қосындысы 43-ке тең. Жауабы мұражай мен циркке барлығы 43 бала барды. Жетінші тапсырма бұл үйге мысалдарды баған түрінде жазып шығару керек. 75 пен 33-тің айырмасы 42-ге тең. 24 пен 35-тің қосындысы 59-ға тең. 83 пен 16-ның қосындысы 99-ға тең. 76 мен 52-нің айырмасы 24-ке тең. 45 килограмм мен 34 килограммның айырмасы 11 килограммға тең. 83 метр мен 16 метрдің қосындысы 99 метрге тең. 8-ші тапсырма 1, 9, 6 және 3 цифрларын пайдаланып, ең үлкен және ең кіші екі таңбалы сандарды жаз. Осы екі санның айырмасының мәнін баған түрінде жазып есепте. 1, 9, 6 сандарының 6 және 3 сандарының
Ең кіші екі таңбалы сан 13 саны, ең үлкен екі таңбалы сан 96 саны. Бұл сандардың айырмасын баған түрінде жазуымыз керек. Яғни 96-дан 13-ті азайтамыз. Тең 83-ге. Міне балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Бастауыш сабақтар арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар.